Құрметті Қарлыға Бақтиярқызы, біздің кітапханамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізді бүгін көріп қатты қуанудамыз, оқырмандарымыз да көрген боларсыз. Жалпы біздің кітапханамыздың аурасы, іс-шарасы сізге ұнады ма? Өте қатты ұнады, өйткені бұндай іс-шаралардың бұндай жерде көп болып тұратынында да хабарсыздар. Негізі көпшілік елде, адамдарда жалпы білесіз ғой, қазір күйбең тіршілік, әр адам басында кредит бар деген секілді, әр адам жұмысқа барады, басқа қылады, бірақ шынында да көздің нұрымен емес, дүниені жанның нұрымен қарап, әдемі поэзиясымен өзінің жан дүниесін рухани азыққа бөлеп жүрген жандарды көріп қатты қуанып отырмын. Жақсы. Керемет. Жаңа іс-шара барысында сізді әпкеңізге арналған өлеңіңізді оқыдыңыз, тыңдап қатты әсер алдық. Жалпы Инстаграм парақшаңызда қарасам, әпкеңізді керемет. Енді бұл кісі жалғыз сіздің әпкеңіз емес, бүкіл біздің қазақ елінің әпкесі деп ойлаймын. Сол кісі туралы бірер сөз айтсаңыз. Бұл әпкем үйдің ең тұңғышы. Әкем әрқашанда Мәйдет қызым дейтін, потому что бұл кісінің арқасынан екі ұл ерген. Данияр, Дархан, одан кейін Гүлдариға, Әлия, ең соңында мен, Қарлыға. Енді шыны керек, әкем екі ұлдың арқасынан еретін үш қыз, үш ұл болады деп ұл күткен екен. Бірақ енді ерке тотай болып өстім. Менің анам маған қатты басымнан сипап, жаным күнім айым демеген. Ол кісі жалпы тіршіліктің адамы болды, сүт қайнатады, жаңағы күнбағыс егеді, картоп егеді, оны алады. Қолы тірліктен үзілмеген менің анамның, өте еңбекқор жан. Бізге тек қана сабақ оқы, тірлікті өзім жасаймын деуші еді анам үшін. Ерен бері мен де асабалықты қолға алған кезімде не дейді әлгі, балық берме, қолына қармақ бер деп, қолыма қармақ берді. Кішкене бір-екі сөзімді жазып берді. Қарлыға жалпы сурет салуда қазақтың ең үлкен керемет өнері, бірақ сен елдің наласын алғанша әдемі алғысын алып, ақшасын, нәпақасын алсаң, ол деген үлкен биік мәртебе. Сондықтан Қарлыға ешкімнің ала жібін аттама, ешкімге қатты сөйлеме, бәрімді өзіңдей көр, және де ата-анаңды құрметте деген үш өсиет айтып кеткен тұғын. Жалпы Қарлыға десе Қарлыға екесіз, біздің кітапханамыздың оқырманның айтуымен, сіз шақырумен келіп, біздің кітапханамызға бір қарлығаш келген секілді, прям айта алмаймын енді, жақсы бір энергия қалыптастырдыңыз кітапханамызға. Сізді көргенімізге, кітапханамызға келгеніңізге қатты қуаныштымыз. Сіздің енді парақша жүргізіп жатқаныңызды білем. Жалпы жұмыс бастысыз ғой. Айта берсек сұрақ көп. Уақытыңызды алмайын, негізі тағы да бір айтатын сұрақтарым көп еді. Бірақ уақыт қысқа. Көкейіңізден шығып жатса, Құдай қаласа, менің соңғы келмеуім. Бұл алдағы уақытта, арнайы бір уақытта белгілесеңіздер, мен келіп жатам. Өзіңіз айтқанда қарлығаш ұшып келді деп жатсыз ғой. Мен енді осы жердегі әрбір жанның жүрегіне қарлығаш секілді ұямды салып кеттім деп ойлаймын. Және де осы бір арнайы кітапхананың бір бұрышына да ұямды салып кеттім деп ойлаймын. Қатты жақсы көріп қалдым өздеріңізді, Құдай қаласа. Осы бір керемет кітапхананың ішінен қайта табылуды Аллам нәсіп етсін деп тілеймін, иншалла. Ал енді Құрманай Бақтиярқызының өзінің керемет жинағын жақында Періште емеспін, пендемін атты кітаптың ішіне сыйғызған болатынмын. Енді осы жерге келіп оқимын деген жандарға әдемі дүние болсын деген ниетпенен арнайы кітапханада әдемі сыйлық болсын деп кітабымды тастап кетіп бара жатырмын. Рахмет. Құрметті оқырмандар, міндетті түрде кітапты алып оқыңыздар. Бізге үлкен сыйлық болып келді. Яғни ұя салды қарлығашымыз. Рахмет. Періште емеспін, пендемін. Иә, пендеміз ғой, жетпей тұрар бірдеңе. Ауыр сөзбен бұғау керек тілге де. Пендеміз ғой, қанағатқа қайрылмай, адастырар жолға қарай жүр деме.